Сәлем, менің каналыма қош келдің. Бүгін балаларға арналған кішкентай жастықша тігетін боламыз. Бұл жастықшаны тігу үшін мата және холофайдер керек. Ең алдымен А4-ға лекала жасап аламыз. Ақ қағазымызды екі шетінен де қайырып, ортасын тауып аламыз. Қайырған сызықтарымызды үстін және астын 2,5 см белгілейміз. Екі шетіне 3 см белгілейміз. Енді осы тапқан сызықтарымызды ақ қағаздың бұрыштарымен теңестіреміз. Барлық шетін қосып шығамыз. Сызып шыққан көмекші сызықтарымыздың үстінен сопақ сызық сызып шығамыз. Барлық көмекші сызықтарымыздың үстінен осылай сызып шығамыз. Соңғы сызған сызықтарымыздың үстімен қиып шығамыз. Барлық шеті бірдей болу керек, соған мән беріңіздер. Қиып болған соң ортасына көмекші сызықтар сызып, оны 4 см-ден белгілейміз. Яғни ортасына дөңгелек сызып шығамыз. Сызып болған соң осы домалағымызды қиып алып тастаймыз. Осымен біздің лекаламыз дайын болды. Енді матамызды 2 қабат етіп қойып, үстіне лекаламызды булавкалармен қадап шығамыз. Мен тігісіне 2 см бердім. Сіздер де дәл солай жасаңыздар. А4 шамалы кішкентай лекала болғандықтан тігісіне 2 см бердім. Бұл жастықша 2 детальдан тұрады. Қиып болған соң лекаламызды алып тастап, матаның шетін тігіп шығамыз. Тігіп жатқанда соңына келгенде шамалы ашық қалдырамыз 5 см-дей. Біз оны оң айналдыру үшін қолданамыз. Соңына келгенде бастаған жерімнен 5 см-дей ашық қалдырдым. Оң айналдырмас бұрын осы тіккендерімізді насечка беріп шығамыз. Тігіске 1 мм қалдырмай қиып шығамыз. Енді матамызды оң айналдырып аламыз. Оң айналдырып болған соң, матамызды үтіктеп алыңыздар, бұрыштарын жақсылап шығарып, иненің көмегімен бұрыштарын шығарып алуға болады. Үстіне лекаламызды қойып, енді ортасындағы домалақты сызып шығамыз. Сызып болған соң, осы домалақтың үстімен тігіс түсіріп шығамыз. Тігіп болған соң, жаңағы ашық қалдырған жерімізге холофайдерімізді салып шығамыз. Аз-аздан салып, қолымызбен дұрыстап отырамыз. Холофайдеріміз барлық шетіне бару керек. Қолыңыздың көмегімен немесе осындай таяқшаның көмегімен салып шығыңыздар. Жастықшамыздың ішін толтырып болған соң, барлық шетін қолымызбен дұрыстап шығамыз.
ашық қалдырған жерімізді иненің көмегімен тігіп шығамыз. Нәрестелерге арналған кішкентай жастықшамыз дайын болды. Өте әдемі, сапалы шықты. Видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Менің каналымнан тігінге қатысты барлық видеоларды таба аласыздар.